Салем достар, мен бүгін Ақтауға шығып бара жатырмын. Қаржылық сауаттылық деген Астанадан оқытуға адамдар келіпті. Соған бесплатно оқу дегесін, бір жағынан әншейін оқу дегесін, тегін оқыту атық дегесін, білім алайын деп шығып бара жатқан жайым бар. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Дәулеттен деген жігіт акцияға қаржылық сауаттылық өткізейін. Баршаңызды көргеніме өте қуаныштымын. Біз Риза Ана қоғамдық қоры Ақтау қаласының тұрғындарының қаржылық және құқықтық сауаттылығын арттыру тақырыбында жұмыс жасап жатырмыз осы жылға. Сауаттылық жөнінде, әрине, мен үнемі айтамын, көп нәрсені көргенім, түсінгенім бойынша, әр нәрсе адамның өзінен бастау алу керек екен көп жағдайда. Әрине, бүкіл қоғамды кінәлап, көршіні кінәлап, болмаса күйеуді кінәлап, ененді кінәлап, болмаса әйелді кінәлап 9-ға дейін түскен. 9 дегеніміз, значит, сізге берілетін несие аз процентпен беріледі деген сөз. Ал базалық мөлшерлеме қазір 14-25. 14-25 болғаннан кейін сізге мына екінші деңгейлі банктер ешқашан 10%, 13%-мен бермейді. Олардың өздерінің пайдасы бар, қосатын маржасы бар, өздерінің шығындары бар, мысалға. Ал 14-25 ол ұлттық банк тараптан екінші деңгейлі банктерге былайша қарызға беретін ақшалар 14-25-пен. Ал базалық мөлшерлемені біз қазіргі кезде қатты төмендетіп жіберетін болсақ, екінші бізде бір қауіп бар, девальвацияның қауіпі бар. Доллардың өсімі қаупі бар. Әлем мынау көрші елдер болмаса Ресей болсын, Украина болсын, Түркияны да қарайтын болсақ, қазіргі таңда олардың базалық мөлшерлемері жоғарылатып жатыр. Неге? Өйткені өз елдеріндегі ақшаны ұстау мақсатында. Себебі не? Егер бізде проценттің кредиттің барлығы төмендеп кететін болса, не істейміз? Бәріміз банкке жүгіреміз. Қолымыздың бәрінде қағаз ақша жыламайтын миллион деп айтамын да, мен жыламайтын. Ол қалай? Өйткені бұл акция кейде өседі, кейде жай ғана бір Дональд Трамптың бір ғана сөйлеммен сіздің алған акцияңыз может түсіп кетуі мүмкін. Немесе футболист білесіздер ғой, Криштиану Кока-кола ішті, жай Кока-коланы ішпейін деп биткеннің өзінде сол күні 4%-ға акция құлаған, мысалға. Ол любой нәрсе әсер етеді. Болмаса жаңағы геосаяси жағдай, соғыс болып жатады бір мемлекеттер арасында, бәрі әсер етеді оған. Енді сол кезде сіз не істейсіз? Соңғы ақшаңызға акция алып қойып, анау құлаған кезде өзіңіз страдать етпеу керексіз. Бұл жаңағы қаржылық сауаттылықтың, болмаса өзіңіздің финансовый грамотность дейді ғой, соның жоғары деңгейіне өткен кезде ғана акциямен айналысу керекпіз. Жаңағы жыламайтын миллион деген сол. Қолыңызда артық миллион болатын болса, лучше салып тастап, ұзақ мерзімде күтіп жүрсеңіз болады. Кейбір адамдар болады, болды ондай мысалда, басында түсінбейді, 50 мың теңгеге бір акция алған, Apple ұмытып қалдым. Осыдан 3 жыл бұрын мен айтып жүрген бір оқырманның несі, әңгімесі. Сөйтті, мен анаған күнде қараймын дейді. 50 мың теңге бір акция алады, анаған күнде қараймын. Ол сосын не? Бүгін Дәулет мырза түсіп кетіпті ғой, есімде сол кезде Apple-дің акциясы $143 болған. Бір акциясы. Бүгінде $230 болып тұр. Өсіп жатыр енді, ол 3 жылмен салыстырған кезде, жақсы әсер алдым. Білмей жүрген нелерімізден біраз ойлар түйінделік. Қағазға жазып алдық. Дәулет мырзадан кітап алдым, 2.
жинақтаймызбен бизнеске бағыт деген бұйыртса осыны оқуым керек. Түрлі бизнеске бағыт. Барлық нелер жазылған. Біздің білмейтініміз көп қой жалпыда. Жинақтаймыз, бұл ақша жинау. Мысалы, күн ішінде тек ақша жинау емес, ішінде тиісті маңызды жұмыстарыңды күнделікті есеп қой, енді мынау күнделікті да. Жақсы екен, маған ұнады. Бұйыртса осы 2 кітаппен жұмыстанамын. Бизнеске бағыт деген. Так, көк тиынсыз бастауға бола ма дейді. Кәсіп бастауға. Қабілетімізге сай бизнеске бағытты қалай таңдаймыз? Мысалы, маған осы нелер таптымайды. Бизнеске бағыт 2 дейді. Сонда 1 дегенде болып тұр ғой да. Сосын бірге ақша жинаймыз. В общем, мынау ақпараттық жиналық күнделігі деген екен ғой. 2023-те шықты. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде 1 мәрте болмаса жұмысыңда ең болмаса айында 1 өзіңнен өз есеп ал дейді. Дұрыс та, Абай атамыз айтқан екен, өзіңнен есеп ал деген. Бұны үшін асықпай оқитын екен. Күнделікті толтырып үлгісі дейді, 100 күн дейді. Қара. Әдемі да. Маңыздылары. Бүгін менде бар ақша 20 000 теңге. Күнделікті жинап отыратын ақша. Мына жерде ең соңдан бетек қойған. Бай болудың 6 жолын көрсететін аят дейді. Қандай керемет кітапты. Ерінбей оқу керек екен, бәрін күшті екен. Сіздерде алуға кеңес беремін, өкінбейсіздер. Біраз мағлұматтар аласыздар, білмей жүргендеріңізді білесіздер деген ойдамын. Мысалы, біздердің білмейтініміз көп, әрине. Мынаны асықпай оқу керек екен. Бүгінгі менің күнделігімді жазып тастайын деп отырмын. Алдымдағы Дәулет Төлентайұлынан алған кітабымды. Екінші күндікінде жазып шығамын. Бүгін істегендерімді. Так, екінші күндікін толтырдым. Бүгін таңертең мектепке бару болды. Ажыразу керек болды. Бұйырса 4-нен бастап жұмысқа шығайын деп жатырмын. Соған ажыразып келдім. Одан справканы шығару керек болды. Дүкенге бару керек болды. Поштаға бару керек болды. В общем, менде 42 000 теңге ақша болды. Маңызды еместер үйрену керек болды. Кафе белгісіз болды, сол маңызды еместер. Сосын дүкенге сауда жасадым. Почтаға бардым. Почтаға барып балама посылка жібердім. Сосын қасымдағы қызбен екеуміз кафеге барып шай іштік. Кәш шығынды есептейміз. Так, дүкенге сауда жасадым. 18 600-ге, почтаға 5-ге 5250 теңге төледім. Себебі Көкшетауда оқып балам. Кафеге бардық, шай іштік. Екі қыз екеуміз 5750 теңгеге 2 адамға шықты. Оны мен төледім. Общий ценасын шығарам, есептеп. Барлығы шығын сома 28 105 теңге болды.
жинаққа 2000 теңге салып қойдым. Сонда менде қалғаны 30 000 кетіп тұр ғой да, сонда 10 000 теңге қалып тұр. Қыздар қараң, алдында мына жерде 490 теңге болып тұрды, кеше долларда. Бүгін 491 теңге, сонда күніне 1 теңгеден өсіп тұр ма? Доллар көтеріледі деген рас па екен деп отырмын. Жалпы 500-ге дейін барады деп айтып жатыр. Рас па, өтірік ма білмеймін. Сіздерде қалай ойлайсыздар? Жалпы менің нелеріме, влогтарыма, жасаған жұмыстарыма лайк басып, жақсы әдемі комментариялар жазып қойсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Мынандай лайк басып қойсаңыздар. Сосын мен алдында бизнес бағыт деген бар ғой, осында оқып жатырмын. Маған ұнап жатыр. Опшынмын деген. Көк тиынсыз кәсіп бастауға бола ма дегенді бастап оқып бастадым. Бұйыртса ертең 4-нен бастап жұмысқа шығам. Жалпы үйде дым жасай алмай отырмын. Мен негізі жұмысқа барып, кішкене әйтеуір қолым босайды ғой, кішкене уақытымда болады. Сол кезде мен дұрыстап осы бизнеске бағыт деген кітапты оқимын деген ойдамын өзімді. Үйде деген тіпті мүмкіндік жоқ оқуға, шай тамақ деп жүреміз. Солай достар.